Өзен сантехобслуживание мекемесі қаламыздағы 3 көп қабатты тұрғын үйдің кәріз құбырларын түгелдей жаңартқан. Мұны тұрғындармен келісіп іске асырып отыр. Олар алдымен қанша көлемдегі желілерді ауыстыру керектігін тексеріп шығып, кейін пәтер иелерімен келісім жасасады. Сосын қажетті жабдықтарды өздері алып келеді. Шыққан қаражат ай сайын төленетін қызмет ақысының үстіне қосылып отырады. Алдағы уақытқа қойып отқан жоспарымыз 450-нде уже қаттама жасақталып тұр, 450-нде уже 1-2 подъездіміз бар, сөйтіп ауыстырылатын. Ол да енді алдағы уақытта жасақталып жұмысы жүргізіледі, Алла қаласа. Сөйтіп дальнейшемде тағы жүргізе береміз. Тұрғындар бізбен бірігіп, КСК тоже бізбен бірігіп жұмыс жасаса, дальнейшем уақытта әр микрорайоннан әр домын сөйтіп ауыстырып бере аламыз. Ол жағы негізінде былай ойласам тұрғындарға өте тиімді нәрсе. Кәріз құбырларының арасында әбден тозығы жетіп тұрғандары баршылық. Араларының ақауы кәдімгідей көзге көрініп тұр. Кей тұстарын селофанмен орап шығыпты. Ал Өзен жылу мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны қысқа дайындық кезеңінде 13 үйдің жертөлесінде құбырларды ауыстырған. Жаңартылған желінің жалпы ұзындығы 7000 метрді құрайды. Оның барлығына тұрғындардың өздері қаражат шығарған. Кесте жасақтадық. Кесте жасақтағанда әрбір жертөлелерде әуелі біз бірінші айналып шықтық. Сосын енді екінші мынау қарап атқан өздері жаңа бұл хаттама жолдаған, хаттама негізінде хат жолдадық мекеме басшыларына. Осылар міне орындалсын. Бүгінгі таңда енді қазір мына 4-ші шағын ауданда жүрміз ғой, 13 үй түгелдей қолдан үлкен жұмыс. Тұрғындарға үлкен рахмет айтамыз. Түсінікпен қарап бізге жаңағы өздері жылу бәріміз ортақ мүлік қой. Ортақ мүлік, соны жылыту маусымына жақсылап кіреміз деген ойымыз бар. Алдағы күндері 12 үйдің жылу құбырлары жаңарады. Қазір бұл жерлерде тиісті жұмыстар басталып кетті. Қалалық әкімдік Өзен жылу мекемесіне көмек ретінде басқа да коммуналдық кәсіпорындардың дәнекерлеушілерін жұмылдырмақ. Сәбит Лұқпан, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.